Қайырлы күн. Каспий магазин ашып, товар салу үшін біз бірінші ИП тіркеп алуымыз қажет. Ол үшін Каспий приложениесіне кіріп, госуслугиға өтеміз. Осы жерден кіргеннен кейін төменгі жағында зарегистрировать ИП, яғни ИП-ны тіркеу бөліміне өтеміз. Осының үстінен басып өтеміз. Өткен соң ары қарай ИП-ны тіркейміз. Яғни төменде көрсетілгендей зарегистрировать ИП дегенді басамыз. Бізде осындай бет ашылады осы жерде. Осыған сіз прописка бойынша барлығын толығымен толтырып шығасыз. Ары қарай бізде проверкадан өтеді. Егер сізде барлығы жақсы болса, ИП ашық береді. Одан кейін осы жерге кіреміз. Продолжить батырмасын басқаннан кейін осы жерден бізге мынадай шығып тұрады. Бұл жерден 47910 дегенді таңдаймыз. Міндетті түрде осы 47910 дегенді таңдаймыз. Басқасы емес. Поискқа осылай жазамыз. Одан кейін, тапқаннан кейін үстін басып, готово батырмасын басып, продолжить батырмасын басамыз. Ары қарай осы жерден упрощенная декларация дегенді таңдаймыз. Осыны міндетті түрде таңдаймыз. Өйткені 3% налог төлейсіз бұл жерде. Ары қарай келесі мына жерде информация ИП деген жердің барлығын толтырып шығасыз. Келесі осы видеода көрсетілгендей барлығын орындаймыз. Мына жерде видеомен өтеміз, Face ID мен өтіп шығамыз. Осылай сізде ИП ашылатын болады. Және осы жерден сообщение бөліміне кіріп, госуслуги деген бөлімге өтеміз. Сізге келеді осылай. Осы жерден өзіңіздің тіркелген ИП-іңізді көретін боласыз. Яғни ИП-ның құжатын жүктеп алсаңыз болады. Керек кезде осы жерден қарап қолдана беретін боласыз. Осымен бізде ИП ашылды.